Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тілеген Гүлдана. Мен жас өлкетанушылар слетінің ақжайық тану жаңа маршрут жобасы бойынша өз өлкеме салатын маршруттық бағдар картасын ұсынамын. Алдымен Қаратөбе ауылынан басталатын маршрутымыздың бірінші аялдамасы ол Дұзды-оба. Дұзды-оба Ақтайсай ауылынан солтүстік батысқа қарай 9 км жерде орналасқан. Дөңес пішінді оба, қасында Дұзды көлшік бар. Бұл Дұзды көлшіктегі су көктем кезінде қардың еріген суымен толығып, жаз мезгілінде қайтадан құрғап, кеуіп қалады. Емдік қасиеті мол. Келесі аялдайтын нүктеміз Ақтайсай ауылы. Ақтайсай Қаратөбе ауданының Қаракөл ауылдық округінің орталығы. Аудан орталығынан шығысқа қарай 35 шақырым жерде Қызылқоны және сортаң топырақты далалық белдемде орналасқан. Негізі Ақтайсай жері қасиетті. Халық арасында арқалы емшілер, сынықшылар көп болған. Жарлы өзенінің бойындағы Қарасу қыстағында сынықшы Сыпайының, Қоскеұлы Құтқожаның, оның ұрпақтарының Едіге Ишанның зираттары бар. Келесі аялдама Құрсай. Ауыл адамдары бұл маңды Борсай деп атайды. Бұл жерден ақбордың өте үлкен қоры жинақталған. Жақын маңдағы тұрғындар осы жерден ақ балшықты қазып алып, үйлерінің қора қопсысының сыртқы беттерін әктеуге пайдаланады. Жаңбыр суына шыдамдылығымен ерекше. Шатқалдағы оқшау таутас, тіпті өсімдіктеріне дейін ерекше. Мұнда аймақтың тыныс пейзаждарын тамашалап, сөзбен айтып жеткізе алмайтындай сұлу табиғи жаратылыстарын ләззат алуға болады. Келесі аялдайтын орын Шыңғыс. Ақтайсайдың шығысында орналасқан. Халық бұл жердің атауын Шыңғыс деген байдың есімімен байланыстырады. 1914 жылы ағылшын экспедициясы осы аймақта жерасты байлығы бар деп белгілеген. Шыңғыстың кені мұнай жөнінде әңгіме де, кенші мамандардың ізденістері де көп. Қазіргі таңда 12 жерден мұнай көздерін бітеп қойған. Шыңғыстан соң Құныскерей үңгіріне баруға болады. Құныскерей үңгірі Егіндікөл ауылдық округі аймағында орналасқан. Үңгірдің аузы атты кісі сиятында үлкен болса да, білетін кісі болмаса өзгеге жасырын елеусіз болған. Сай іші қалың жыныс бота. Үңгірдің үстінен келген адам байқамайды. Келесі аялдама Аққұм. Аққұм құмды алқап. Егіндікөл ауылынан 10 км жерде. Ұзындығы 18 км, ені 8 км. Осы жер 10-12 ғасырларда ежелгі қаланың орны болған деген жорамал бар. Археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, алтын бұйымдар, әскери құралдар, тұрмыстық құрал жабдықтар, тағы басқа нәрселер табылған. Маршрутымыздың ең соңғы аялдамасы Егіндікөл бұлағы. Бұлақ суы жазда салқын, қыста қатпайды, жып-жылы, бұрқырап көлге қарай ағып жатады. Бұлақ суын жұртшылық құлақ ауруына емдікке пайдаланады. Қорытындылай келе осы маршрут бойынша экспедицияға шығар болсақ, көптеген мәліметтермен қатар өңіріміздің тарихи және табиғи ерекшеліктері көріп тынығып келетініміз сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.